Так, запись басталды ма? Йо, достар, өздеріңіз білетіндей жаңа жыл жақындап қалды. Егер сізде жаңа жылдық көңіл-күй болмаса, осы видеоға тап болғандарыңыз өте жақсы болды. Себебі мен бұл роликте жаңа жыл туралы лайфхактар көрсетемін. Ал ендеше көп сөзбай бастайық. Менің артында жаңа жылдық көңіл-күй. Сосын осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны шалуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бірінші лайфхак ол будильникке жаңа жылдық музыка қою. Ұйқыдан тұрғанда жаңа жылдық музыканы естігенде жаңа жылдық көңіл-күйің көтеріледі. Әркім өзі білет, бірақ бұл да адамның жаңа жылдық көңіл-күйін көтереді деп ойлаймын. Немесе өзіңізге Аяз атаның қалпағын сатып алсаңыз болады. Аяз атаның қалпағы жаңа жылда магазиндерде көп сатылады. Достар, негізі менде да болған, бірақ бұл ұзын болған соң кадрға симай қалды. Play Marketте жаңа жылдық ойындар көп, бірақ оның ішінен ең жақсы дегендерін таңдап алу керек. Егер қажет етсеңіздер, бұл туралы видео түсіруме болады. Подсказкада дауыс беріп кетейік. Ё-моё, далада қар жауып жатыр. Телефон туралы темаға кіріп кеткен соң, әрине абойлар. Білмеймін, менің ойымша әйтеуір абойлар да бір өзінің пайдасын тигізеді деген ойдамын. Абойларды табу оп-оңай, ең бастысы жаңа жылдық болса болды. Мен де өзгертіп алдым. Ё-моё, мандарин geldi. Жоқ, мандарин жоқ. Басқа магазин көреміз. Короче, біз екі магазинді аралап шықтық, бірақ та мандаринді әлі таппадық. Енді үшіншісін көреміз. Бар ма екен, жоқ па екен, в общем. Мандарин таптық. Үшінші магазиннен мандарин таптық. Мен саған мандарин керек па? Шиза ма? Мандаринді ашып жатқанда оның су көзіңе шашырап кетсе. Ал достар, лайфхак ұнаса не істеу керек екенін білесіздер. Осы каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоға лайк басып, және де қоңыраушаны шалуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.